Өзге тақырып. Қазіргі таңда республика бойынша ғылыми мекемелер мен кітапханаларда сақталған сирек қолжазбалар мен кітаптардың бірыңғай тізімі жасалып жатыр. Ұлттық орталық былтырдан бері елімізде осындай мұраларды бір арнаға тоғыстырып, ортақ реестр жасау ісін қолға алған еді. Бұл игі бастама енді біздің өңірде жалғасын таппақ. Өлкенің рухани мұрасын түгендеп, ұлттық жадына айналған асыл мұраларды жүйелеу міндет. Бұқар Жырау атындағы музейде өткен басқосуға Павлодар облысының өлкетанушылары, зиялы қауым өкілдері мен тарихшылар жиналды. Оған арнайы Астанадан Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің архив, құжаттама және кітап ісі комитетінің қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы мамандары келді. Былтырғы жылы мысалы біз осы ұлттық орталық мамандары біздің еліміздің оңтүстік өңірлерінде Түркістан, 2000 жылдық тарихы бар Тараз, Қызылорда облысы, Семей облысы бойынша осындай іс-сапарға шыққан болатын біздің мамандар. Міне нәтижесінде біраз нәрселер біз анықтадық. Мысалы Семей облысында бір ағаш мешіт бар екен, онда 1000-жарымнан аса, тіпті саны да белгісіз жазба деректер сақталуда екен, қолжазбалар. Ол туралы да мысалы біз анықтадық. Әрине оны алмау мәселесінде біз жолға қойып мемлекет тарапынан шешкен болатынбыз мінекей. Кездесу барысында өңір тарихына қатысты сирек қолжазбалар, олардың сақталуы мен зерттелу жолдары, сондай-ақ цифрландыру мәселелері талқыланды. Қатысушылар орталық мамандарына сұрақтар қойып, өз ұсыныстарын ортаға салды. Маман деген өте аз. Шағатай тілін білетін мамандар тіпті аз. Араб тілін жарайды. Мен өзім шығыстанушы, араб тілі маманы, аудармашымын. Сондықтан қазір өзім араб тілін біліп, төтем жақсы жарайды. Қазақ тілі ғой, оқып түсіне аламыз. Мысалы Шағатай тілін болса, одан да жадид деген, Шағатайдың түрлері де бар, жадид деген, қадим деген түрлері бар. Оларды түсінетін адамдар да жоқ. Біз бұны ғылыми неге енгізсек, одан бірақ кетеді мектептерге. Мамандардың айтуынша, мұндай кездесулер жергілікті мұрағаттардың әлеуетін арттырып қана қоймай, жас буынды да ұлттық құндылықтарды бағалауға баулиды. Дильназ Қуанышбекова, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.